Менің туған өлкем Абай ауылы. Абай ауылы жер жәннаты Жетісудың, яғни Жетісу тауының бөктерінде орналасқан табиғатты керемет және де таза ауылдардың бірі. Біздің ауылда жаңадан мектеп салынды және де жаңадан жолдар салынып, яғни жаңа Қазақстанға деген әдемі көрікті жерлерге деген үлестерін қосып жатыр. Мен осы жылғы жазғы демалыста Мұқағали атамыздың туған жері Алматы облысы Қарасаз ауылына барып қайттым. Маған ол жер өте көп әсер берді. Жер жәннаты Жетісу демекші. Мен әр облыстан келген балалардың пікіріне қарадым және олар Жетісудың шынында да жер жәннат екенін мойындады. Себебі біздің жердегі керемет табиғат оларға керемет ұнады және де бұл саяхат маған үлкен әсер берді. Менің жаздағы игі ісім анама көмектестім. Менің жазда жасаған игі ісім қарт кісілерге көмектестім. Менің жазда жасаған игі ісім мен жан-жағымдағы адамдарға кішіпейілділік көрсете білдім. Менің жазда жасаған игі ісім табиғатты ластамадым. Менің жазда жасаған игі ісім мен әкеме көмектестім. Жасаған игі ісім мен ата-әжеме көмектестім. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол.